Сәлем, күнтізбеде 21 тамыз эфирде Назерке Бұрхан. Біз әйгілі Мона Лизаға не істемедік? Үй жинаттық, көлікке мінгіздік, маска егіздік, селфи жасаттық. Бірақ мұның бәрі қылмыс емес екен. Нағыз қастандық мынау. 1911 жылы дәл осы күні Луврдағы картинаның түпнұсқасы ұрланады. Оны істеген италиялық суретші декоратор Винченцо Перуджа, сол музейдің қызметкері. Перуджаның неге олай істегені нақты анықталған жоқ. Дегенмен ол Джаконданы француздар ұрлап кетті деп ойлап, суретті тарихи отанына қайтарғысы келді деген тұспал бар. Негізі картинаны Леонардо да Винчидің өзі Францияға алып келген. Бірақ оны патриот ұрыға қалай түсіндіресің? 1914 жылдың 4 қаңтарында ғана Мона Лиза Парижге қайтты. Ал қылмыскер 1 жылға сотталды. Одан кейінде бейшара шедевр талай таяқ жеді. Мұражай қонақтары картинаға біресе қышқыл сұйықтық төгіп, біресе тас лақтырып, біресе торт жағып тыныштық бермейді. Не жаздың сен, Джаконда? Рахмет саған Google. Бүгін бәріміздің өмірімізді жеңілдеткен Майкл Бриннің туған күні. Жеңілдеткенде Google'ның негізін қалаған 2 адамның бірі ғой, 100-дің жартысына толып жатыр. Бұл азаматтың шын аты Сергей, кәдімгі Ресейдің тумасы, бірақ ол 6 жасқа толғанда отбасымен бірге ақш-қа көшіп кетеді. Басында астроном болам деп армандайды, бірақ неге екені белгісіз, математиканы тереңдетіп оқи бастайды. Тереңдегені сонша аспирантураға да түседі. Сонда оқып жүріп, өзінің серіктесі Ларри Пейджбен танысқан. Екеуі бірігіп ең танымал интернет-браузерді жасап шығар. Google кәдімгі математиканың термині ғой, дәл миллион сияқты, тек артында 100 нөлі бар сан. Жылдық табысы 100 нөлге жетпесе де 10 шақты нөлге жетті. Өткен жылы Google'дың 9 айлық пайдасы 69,1 миллиард доллар болды. Әрине, әлемдегі әр 10 адамның 9-ы көздегенін осы жерден іздейді емес пе? Бүгін опа далапсыз жүретін күн. No make-up day. Әйелдердің көбі боянбаса, өзін сенімсіз сезінеді. Бұл мереке дәл сондай нәзік жаратылыс иелеріне арналған. Бүгін өзіңізді табиғи қалпыңызда қабылдайтын, жақсы көретін күн. Отандық жұлдыздардан Мәдина Садуақасова, Ділназ Ахмадиева, Салтанат Бақаевалар бояусыз сұлулығымен мақтаналады. Ал мынау танымал тележүргізуші Тайра Бэнкстің мейкапсыз түрі, Кейт Уинслеттің табиғатына сыйлаған келбеті, Джей Ло, Леди Гага. Олардың боянбаған бейнесі миллиондаған жанкүйер мен тілшілердің қызу талқысына неге түсетіні белгісіз. Бұл үрдісті өзгертуіміз керек сияқты. Неміс ақыны Готхальд Лессик жанның сұлулығы ұсқынсыз тәнді де нұрландыра алады. Ал көңіл айнасын кір шалса, ең сұлу келбетті жиіркеніштетіп көрсетеді дейді. Рас, сыртымызды сырлай бермей, ішкі киімімізге де сәуле түсірейік. Сұлулық мына жерде. Аман болыңыз.